Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Жанерке Иманбаева, Халықаралық білім беру корпорациясындағы дизайн факультетінің декан орынбасары, қауымдастырылған профессор. Биыл ОБТ форматы өзгере ме? Жалпы ОБТ форматы бойынша нақты мәліметтер жоқ, өйткені біз оны күтіп отырмыз. Қабылданған бойы барлық мәліметтер сіздерге берілетін болады деп ойлаймын. Әзірше сол бұрынғы формат бойынша өткізіледі. Казгсда грант ұтып алу үшін кем дегенде қанша ұпай жинау қажет? Халықаралық білім беру корпорациясында грант ұтып алу әрине болады. Біз дизайн мамандық бойынша айтатын болсақ, жалпы біздің мамандыққа түсу үшін сіздер ОБТ-дан бөлек тағы да 2 шығармашылық емтихан тапсырасыз. Оның бірі сурет, екіншісі сызу. Сурет, сызу және Қазақстан тарихы мен оқу сауаттылығын қосқан кезде 125 балл жинауларыңыз керек. Бұл максималды балл. Соны ала отырып, енді былтыр 121 балдан ең төменгі балмен сондай оқушылар грантқа түсті. Енді бұл әрине өте жоғары деңгей. Сол деңгейге енді сіздер сәйкес болуларыңыз керек. Жалпы дизайн мамандығына түсу үшін сіздер ОБТ-да 2 пәнді тапсырғандарыңыз жеткілікті. Ол Қазақстан тарихы және оқу сауаттылығы. Сонымен қатар сіздер біздің оқу орынға келесіздер және сызу, сурет 2 сондай шығармашылық емтихандар тапсырасыздар. Сонымен бізде сызу мен суреттен 45 балдан 90 балл және ОБТ-дан 35 балл максималды жинайсыздар. Соны қосқанда 125 балл бұл максималды болып есептеледі. Әрине сіздердің қалауларыңыз бойынша сіз барлық 5 сабақты тапсыра аласыздар. Сертификатта барлық 5 сабақ көрсетілетін, немесе 2 сабақты да тапсырсаңыздар әбден болады. Ол Қазақстан тарихы мен оқу сауаттылығы. Казгсда ішкі гранттар бар ма? Халықаралық білім беру корпорациясында ішкі гранттар бар. Әр семестр сайын ең үздік және активті студенттерге беріледі. Ол бізде scholarships деп аталынады. Әр семестрде 100% немесе 50%-ға дейін жеңілдіктер ала алады. Осы жылы гранттардың тағайындалуы өзгере ме? Жалпы президентіміздің айтуы бойынша гранттардың форматы, тағайындалуы өзгертілу бойынша бәріміз естідік, бірақ нақты мәліметтер күтудеміз. Алған моментте біз барлық студенттерге, оқушыларға өзіміздің парақшамыз арқылы Instagram желісінде, Facebook желісінде айтатын боламыз. Өзіне сәйкес жоғарғы оқу орнына қалай таңдау керек? Немесе өзіне сәйкес жоғарғы оқу орнына қалай таңдауға болады? Құрметті талапкер, жалпы сіздер мамандық таңдаған кезде жақсылап ойлануыңыз қажет. Өйткені біріншіден бұл сіздердің жалпы өмірге, болашаққа қойған мақсаттарыңызға байланысты. Екіншіден, сіздердің қабілеттеріңізге байланысты. Егер де сіздер шығармашылыққа, сурет салғанды, сызғанды ұнататын болсаңыздар, онда өздеріңіздің бағыңызды біздің факультетте, дизайн факультетінде сынақ көре аласыздар. Әрине, жалпы дизайнның 20-дан астам түрі бар. Соның қайсысында бірін таңдау, ол біздің факультетке түсіп, оқу арқылы сіздер көресіздер. Мүмкін сіздер егер де айналамен, сондай ландшафтпен айналысқыларыңыз келсе, ол бір сұрақ. Егер де сіздер жиһазбен айналысқыларыңыз келсе, ол өндірістік дизайн. Егер де графикамен айналысқыларыңыз келсе, ол графикалық дизайн. Сондықтан жалпы бұл адамның өзінің сезіміне, өзінің шығармашылық деген деңгейіне, өзінің қабілетіне, сонымен қатар қойған мақсатына да байланысты деп ойлаймын. Бұған өзіңіздің ойыңыз және ата-анаңызбен ақылдасқан жөн деп білемін. Құрметті талапкер, үйде жатпаңыздар.